Ыбырайым пайғамбардың қонақ күтуі. Ыбырайым пайғамбар үйіне қонақ келмесе ас іше алмайды екен. 3 мезгіл дастарханында мейманмен бірге отырып сұхбат құрып тамақ жейді екен. Ешкім келмесе қақпаның алдына шығып кім көрінсе соны шақырып ауқатымен бөліседі. Бір күні таңғы асын бөлісейін десе ешкім келмепті. Сыртқа шықса бір түйе мінген қария келе жатыр екен. Пайғамбар оны қонақ қылмақ болды. Құрақ ұшып қарсы алып төрге шығарды. Бірақ қарияның діні бөтен екенін көріп, әттең қонақ қылмақ едім, бірақ дінің басқа екен. Беті қолыңды жуып, сақал мен мұртыңды менікіндей етіп ал, менің дініме кір, сосын бірге отырып ас ішейік деді. Мені дініңе мәжбүрлеу үшін шақырдың ба, деді қария ренжіп. Сөйтті де түйеге мініп кетіп қалды. Сол кезде Құдайдан Ыбырайымға әуез келді. Ей Ыбырайым, мен жер бетіндегі бүкіл халықты дініне, түріне қарап алаламай, ырзық несібесін тең беремін. Менен неге үлгі алмайсың? Таңғы ас менен Тәңірден деген. Оның несібесін сенің дастарханыңнан бұйыртып едім, сен оны қуып жібердің. Қария байғұс аш кетті, деді. Ыбырайым қатесін түсініп, үйінен шыға салып қарияның ізінен қуды. Одан кешірім сұрап, жалынып жалпайып үйіне қайта шақырады. Ренжіген қария оның сөзін тыңдамай ары қарай кете берді. Ыбырайым түйенің мойнына қос қолымен асылып, оны тоқтатуға тырысты. Әуелде түйенің мойны оқтаудай түзу болған екен. Ыбырайым тартқасын кейін иір-иір болып қалыпты. Түйе қиналып кіші дәретін жіберіп қойды. Дәреті шашырап Ыбырайымның аяғын былғады. Пайғамбар қап дәретімді бұздау деп түйенің қасасын артына қайырып жібереді. Осыдан бастап түйе сүдігін арт жағынан шаптырады екен. Бір кезде қарияның жүрегі жылыды. Өкпесі тарқап түйесінен түсті де пайғамбардың үйіне қонақ болды. Дастарханның басында дұшпан да дос деген сөз осыдан қалыпты. Ыбырайым пайғамбар Алланың әмірімен қағбаны қайта тұрғызып, ол іс біткен соң Құдайдың рахметін тілейді. Тәңірісі оған: Ей Ыбырайым, мен сені пайғамбар қылып өзім таңдадым. Сен арғатаң адамның қайырлы ісін жалғадың, оның нағыз мұрагері болдың. Қағбаны шын көңілмен қайта тұрғыздың. Бұл пейіліңе ризамын. Тілегіңді қабыл еттім. Тәңірдің саған рахым ырзығы тарылмайды. Ұрпағыңнан құт-береке арылмайды. Менің рахметіме шүкіршілік етіп, аш арықты тойдыр, міскін мүсәпірдің қамын жаса, жетім жесірге қамқор бол, деді Ыбырайым пайғамбар. Уа Тәңірім, мен аш арықты тойдырар едім, бірақ мыңғырған дәулетім мен сәулетімді қағбаны тұрғызу үшін сарп еттім. Өзім де мал-мүліктен жұрдаймын, деді. Тәңірісі: онда қағбадан артылған топырақ бар емес пе? Соның бір бөлігін батысқа, бір бөлігін шығысқа, бір бөлігін түстікке, бір бөлігін желдікке шаш. Сөйтіп, Тәңір сендерге берекет артсын деп дұға қыл, деді. Ыбырайым Құдайдың айтқанын бұлжытпай орындап, жел топырақты жер жүзіне түгел жайды. Ол тұзға айналып, адамдардың ырзық несібесіне айналды. Тұз қоспаса тағамның дәмі кірмейді екен. Жеті берекенің бірі тұзда деген сөз осы екен. Сол уақыттан бері бүкіл адам әзіреті Ыбырайымның тұзынан дәм татып келеді екен. Тастың насихаты. Ыбырайым білімге тоймайтын зерең адам еді. Ілім шыққан жер көрсе, соны үйрену үшін кез келген кедергіні қиып өтетін. Бір күні мал бағып жүріп, жерде жатқан үлкен қара тасқа көзі түсті. Оның бетінде мені аударып оқы, мол білімге кенелесің деген жазу тұр екен. Жазуды оқығанда Ыбырайымнан дегбір қашты. Қара тасты төңкеріп, білімнің бұлағына бас қойғанша тыныш таппады. Ірі қара тас оңайлықпен аударылмады. Неше түрлі ағаш әкеліп табанына тас тіреп, тасты орнынан қозғаудың бар амалын жасады. Өлдім-талдым дегенде тас ырыққа көніп, бір бүйіріне аунап түсті. Расында да арғы бетінде жазу бар екен. Ол жерде бұған дейін білгеніңді амалда қолданып жүзеге асырмадың. Сөйте тұра мені жылы орнымнан не үшін қозғадың деген жазу шықты.
Ыбырайым Алланың ымбалын түсініп, себебі әлі амалға айналдырмай уағыз түрінде айтатын насихаты көп еді. Ісі азайып, сөзі көбейіп бара жатқан соң Алласы оны жөнге салды. Бір күні Ыбырайым мен Ысмағұл екеуі сұхбат құрып отырып, әлемде менен асқан жомарт жан жоқ шығар. Мен Құдай үшін тіпті өзімнің жалғызымды да құрбандыққа шалмақ болдым ғой, деді Ыбырайым сонда баласы. Жоқ көке, сенен де жомарт адам бар екен, деді жымиып. Кім? Деді әкесі таңғалып. Бол мен. Сен Құдай үшін ұлыңды құрбандыққа шалмақ болсаң, мен өзімнің жанымды тәсілім етпек болдым емес пе, депті. Сол сәтте Құдайдан әуез келіп, әй Ысмағұл, біріңе жан сыйлаған, біріңе ұл сыйлаған нағыз жомарт мен емеспін бе, деді. Ыбырайым да Ысмағұл да сөзден тосылып шүкіршілік еткен екен. Бір күні қызы Ыбырайымнан, көке, қашанғы біреуді күтіп отырасыз, тамақ суып қалады, жалғыз отырып іше беріңіз, деді. Қызым, ақыретте көрген қызық, ішкен-жегеннің бәрінің сұрауы бар. Көппен отырып, қонақпен бөліскен тағамның сұрауы болмайды. Берген аста береке бар, бермеген аста біте бар деген. Дос болсын, дұшпан болсын, асты бөлісіп же, деді әкесі. Қызы да содан бері жалғыз отырып ас ішпейтін болыпты. Ыбырайым балаларына бүй деп нақыл айтады екен. Әр пенденің көкірегінде екі қасқыр тістесіп төбелесіп жатады. Оның бірі күншілдік, қызғаныш, өзімшілдік, өтірік сияқты кесір мінездермен қоректенеді. Екіншісі сенім, шындық, мейірім, адалдық сияқты ізгі қасиеттермен сусындайды. Олар сәт сайын, қадам сайын айқасып, өмір бойы күресумен болады, деді. Сонда ұлы, көке, ең соңында қай қасқыр жеңеді, деп сұрады. Сен қайсысын көбірек қоректендірсең, сонысы жеңеді, деп жауап берген екен. Бір күні жұрт Ыбырайымнан бүй деп сұрайды. Осы сенің Алла дұғаңды қабыл қыла ма? Деді. Ыбырайым. Аллаң дұға қыла ма? Деді. Ыбырайым не айтарын білмей тосылып қалды. Оның үнсіз қалғанын көргенде дінсіз қауымда күбір-сыбыр әңгіме көбейді. Сонда Тәңірісі бүй деп тіл қатты. Әй Ыбырайым, айт оларға, менің Аллам үнемі дұғада болады, деді. О Раббым, сен не деп дұға қыласың? Менің жазалаушы қаһар деген сипатым, кешіруші Рахман деген сипатымды басып кетпесін, деп дұға етіп тұрамын, депті. Ыбырайым пайғамбар дүниеден өтерде ұл қызын жинап мынадай өсиет айтты. Әмәнда алдыға үмітпен қараңдар, артқа қарағанда шүкір етіңдер. Дұға жасағанда аспанға, тәубе қалғанда жерге қара. Ішіңе күмәнмен үңіл, айналаңа махаббатпен назар сал. Мен бұл ғұмырымда өмірдің арымайтын, талмайтын, тайсалмайтын үш тұлпарын міндім. Ол үш тұлпар сабырлық, ар-ұят, шүкіршілік. Осы үшеуін қатар тізгіндеген адам Алланың жолынан ауытқымайды, иманы кәміл болады, деген екен. Әңгіменің соңы.